Апта күндерінің ерекшелігі. Пайғамбарымыздан сенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: сенбі алдау, залымдық күні деген екен. Сенбі күні құрайыштар пайғамбарымызға қарсы қақпан құрып жиналыс ашқан. Сенбі, жексенбі және сейсенбіде киім пішпеген абзал. Пайғамбарымыздан жексенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: жексенбі ағаш егіп үй тұрғызатын күн депті. Жексенбіде Алла тағала әлемді жаратуды бастаған. Тағы бір нұсқада осы күні жұмақ тұрғызылып, жұмақ ағаштары егілген делінеді. Пайғамбарымыздан дүйсенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: бұл күн саяхат пен сауда жасайтын күн деп жауап беріпті. Дүйсенбіде шуайып жолға шығып саудадан пайда табады. Пайғамбарымыздан сейсенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: бұл күн қан төгу күні депті. Сейсенбіде адамның ұлы Қабыл өзінің бауырын өлтіреді. Жарджис пайғамбар, Закария пайғамбар мен оның ұлы Яхия пайғамбарлар өлтірілген. Сейсенбіде Алла іблісті жұмақтан қуып жерге түсірген. Осы күні тозақты жаратқан. Сейсенбіде Әзірел періштеге адам ұрпағының жанын алу міндетін жүктейді. Пайғамбарымыздан сәрсенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: бұл бақытсыздық орын алатын күн деген екен. Бұлай айтуына осы күн Перғауынның өз адамдарымен теңізге батып кетуі, Ад пен Самуд халқы мен Салих пайғамбардың халқының жойылуы себеп болған. Шынында да, мұсылман қай күні күнә жамандық жасаса, мұсылман үшін сол күн бақытсыздық күні болып табылады. Ал мұсылман жақсы болған күн ол да жақсы есептелінеді. Сәрсенбіде тырнақ алуға болмайды. Себебі бұдан алапес ауру пайда болуы мүмкін делінеді. Бір қатар әлімдер сәрсенбіде сырқат жандардың көңілін сұрай барған жөн деседі. Сондай-ақ, осы күні түстен кейін оқылған намаздың қабыл болатындығы айтылады. Сәрсенбіде пайғамбарымыздың аталған уақытта өзімен соғысуға дайындалған тайпаға қарсы оқыған дұғасы қабыл болған екен. Және сәрсенбіде басталған істің сәтті аяқталатындығы да айтылады. Қазақтың үлкен істерді сәрсенбінің сәттісінде бастап жататыны осыдан болса керек. Пайғамбарымыздан бейсенбі туралы сұрағанда ол былай дейді: бейсенбі қалауың орындалатын, билеушілер мен шенділерге баруға жақсы күн деп жауап беріпті. Бейсенбіде Ибрахим пайғамбар Египет патшасына барып қалағанын алған болатын. Осы күні патша оған Хаджарды сыйлаған еді. Кейін Хаджар Исмаил пайғамбардың анасы атанады. Пайғамбарымыздан жұма туралы сұрағанда ол былай дейді: жұма неке қиятын күн деген екен. Осы күні Адам ата мен Хауана, Юсуф пайғамбар мен Зулиха, Мұса пайғамбар мен Шуайб пайғамбардың қызы, Сүлеймен пайғамбар мен Билхис неке қиған болатын. Пайғамбарымыздың өзі де Хадиша және Айша анамызбен осы күні некесін қиған. Некені жұма күні қиған жақсы, ал тойды кез келген күні жасауға болады.